Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім заказға жасап жүрген бауыр тортының сочный рецептісімен бөлісетін боламын. Бауырымызды алып, блендерге салып, жұмыртқамызды салып, сүттің жартысын құйып, блендермен араластырамыз. Блендерден араласқан бауырды сетаға құямыз. Осылайынан сетадан өткізе отырып жасаймыз. Сетадан өткізсеңіздер, шандырларды алып қалады. Сетадан өткізілген бауыр осылайынан болады. Енді тұз, қара бұрыш, содамызды саламыз, араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнды миксермен араластырсаңыздар да болады. Сұйық массамызда түйіршік болмауы қажет. Сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Ең алдымен сковородкамызды қыздырып, орташа отта екі жағын аудара отыра блинни ұқсатып пісіреміз. Менің сковородкамның 22 размерде. Осылайынан жұп-жұқа боп блинни сияқты боп піседі, сынбайды. Корждарын жинайтын боламыз. Майонезімізді алып, жағып, сәбізімізді салып арасына. Екінші коржымызға жағып, бұл жолы сәбіз салмаймыз, тек майонез жағып, қайтадан коржымызды жауып, майонез салып, сәбізімізді әр коржға салмаймыз, кезекпен салып отырамыз. Бауыр тортымыздың қисайған жерлеріне осындай бөліп, шамалап осылай салсаңыздар болады. Мен бетіне осындай жұмыртқаны себетін боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер болады. Бетіне кішкене укроп, чили қойсаңыздар болады. Міне біздің бауыр тортымыз дайын болды. Бұл бауыр тортымыз 2 сағатқа пропиткада тұруы қажет. Жұмсақ болуы үшін мен сразу істеп, сразу кестім. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, жазып қалдырыңыз. Мен сіздерді жақсы көремін.